Бешенбаев. Оны қорлағым келді. Жәбірленуші тараптың адвокаты Бешенбаевтан жауап алды. Астанада әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталып отырған экс-министр Қуандық Бішімбаевтың соты жалғасып жатыр. Жәбірленуші тараптың адвокаты Жанна Оразбақова Бешенбаевтан жауап алды. Адвокат Оразбақова: видео неге үзіліп кетті? Бешенбаев: сұрақ қойған кезде ғана оны видеоға түсірдім. Адвокат: сіз Нүкеновадан басқа ер адаммен қарым-қатынаста болғанын сұрадыңыз ба? Неліктен оны басқа еркекпен жыныстық қатынасқа түскені туралы айтуға мәжбүрледіңіз? Бешенбаев болса: мен оны қорлағым келді. Ол 6 сағат бойы қалаған істеп, мені сол жағдайға жеткізді. Адвокат: неліктен видеода қанның іздері пайда болды? Бешенбаев: ол жерге құлаған кезде пайда болды. Оны дәлізде ұрып соққанда бір-ақ рет тамағынан қысып ұстадым. Адвокат: Нүкенова тізерлеп отырған кезде видеода қан пайда болды. Кейінгі видеода қан жоқ. Қанды кім сүртті? Бешенбаев: қанды қағаз майлықпен сүртіп алдым. Еске салсақ, бұған дейін куәгер ретінде сотқа онлайн қосылған көріпкел жауап берген еді. Кейіннен оның айтқандарын екінші сотталушы Бақытжан Байжанов жалған деп мәлімдеген болатын.